Адам ұрлаған қылмыскерлер қызды жердің астына тірідей көміп тастайды. Бірақ қыз ән айтып әндерінің арқасында аман қалады. Бұл оқиға Флорида штатында болады. Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып, қызықты видеоларды тамашалай аласыздар. Оқиғаны жалғастыратын болсақ, ол қызды таңдау кездейсоқ емес еді. Олар әдейі осы жағдайдан аман өтіп, есінен адасып кетпейтін және рухы мықты, шыдамды деп сол қызды таңдайды. Табытқа салынып, жерленген 20 жастағы Барбара Джейн Макл есімді қыз болып шықты. Жәбірленушіні ата-анасы төлемді төлегенше жер астында қалдырамыз деп қорқытқан. Егер отбасы төлемді төлеуден бас тартса, сол жерде мәңгі қалдырамыз деп қызды қорқытып, табытқа күштеп салып, жердің астына тірідей көмген. Бұл қылмысты жасаған Гарри Крист. Гарри Крист өзін данышпан қылмыскер деп санайды. Ол өзінің қылмыстық жолын 9 жасында ұрлықтан бастаған. 14 жасында ол көлік ұрлап колониядан қашып үлгерген. 23 жасында Гарри бос сөзге ақша жұмсаудың қажеті жоқ екенін түсінеді. Егер шынымен жұмыс істеп тәуекелге барсам, онда тек үлкен джекпотты жеңу үшін деген қағида болды. Ол бірте-бірте идеалды болып көрінетін қылмысты ойластырып жүрді. Американдық миллионер Барбара Мэклдің қызын ұрлау жоспары. 1968 жылы желтоқсанда қыз анасымен бірге қонақ үй бөлмесінде болады. Түнде полиция формасын киген Гарри есікті қағып, Барбараның күйеу жігіті Стюарт Вудвордтың ауыр апатқа ұшырағанын хабарлайды. Криспен бірге жігіт сияқты киінген оның сыбайласы Рут Эйсман Шиер деген қыз болды. Бөлмеге кіргеннен кейін олар қыздың анасын хлороформмен тұншықтырып ұйықтатып тастайды, ал қызын қарумен күштеп көлікке отырғызады. Барбара Мэклді арнайы жабдықталған табытта жатуға мәжбүрлейді. Түбі шыны талшықтан жасалған, ішіне тартқыш арқылы ауа жіберілетін, шам, су, тыныштандыратын дәрі, тіпті азын-аулақ тамақ салынған. Гарри Крист пен сыбайласы жәбірленушінің сыртқа шыға алмайтынына көз жеткізіп, табытты жерге көмген. Ата-анасының үй жағына қызы үшін сұралатын төлем қағазы мен Барбараның суретін қойып кетеді. Флоридалық құрылысшы Роберт ойланбастан $500,000 беруге келіседі. Өйткені бұл жалғыз баласының өмірімен салыстырғанда ештеңе емес еді. Бірінші айырбастау әрекеті полиция көлігінің кездейсоқ өтіп кетуіне байланысты сәтсіз аяқталады. Екіншісінде қылмыскерлер ақшаны алмаған. Бірақ полиция қызметкерлері кездесу орнында ізіне түскен көліктің кімге тиесілі екенін анықтайды. Джордж Дикон деген атпен қашқын Гарри Стивен Крист жасырынып жүрді. Оның сыбайласы да анықталады. Үшінші кездесуде қылмыскерлер ақша салынған сөмкені алып кеткен. Бірақ қыздың қайда болғаны туралы хабарланбаған. Ол қыз 80 сағаттан астам жер астында болады. Барбара Мэкл өзінің таңға дейін 83 сағат кітабында «Мен айқайлай бердім және айқайлай бердім» деп жазады. Мен өзім жақсы көретін Рождествоны елестеттім. Мен отбасымен ағашта қалай безендіргенімді, Рождество әндерін айтқанды елестетіп жаттым. Иә, ол батыл болуға және рухтын жоғалтпауға тырысты. Бірақ құрылысшы немесе фермер ондаған жылдардан кейін оның қалдық сүйектерін табады деп ойлап бірнеше рет үмітін үзді. Денесі тоңып, жансызданып қалды. Содан кейін соңғы үміт сәулесі сөнді, фонары істен шықты. Осы оқиғаға байланысты «Погребенный заживо» фильмін көре аласыз. Осы уақытта ФБР агенттері айналада іздеу жұмыстарын жүргізген болатын. Көп ұзамай олар жаңа қазылған топырақ үйіндісіне тап болады. Одан ауа жіберетін труба шығып тұрды. Олар жерді қазып, табытты алып шықты. Байғұс қыз әлсіз, шаршаған күйде, бірақ тірі еді. Ол жерленген жерін анықтаған агентке сандырақтап, оның өмірінде көрген ең әдемі адам екенін айтады. Бір қызығы, бұл ұрлық тек құрбаны үшін ғана жақсы аяқталмады. Яғни, Барбара тұрмысқа шығып 4 баланың анасы болады және өзінің келеңсіз оқиғалары туралы кітап жазады. Сонымен қатар қылмыскерлер үшін де жақсы аяқталады. Гарри Кристің сыбайласы Рут 4 жыл түрмеде отырғаннан кейін Гондурасқа үйіне оралады. Ал 10 жылға сотталғаннан кейін Крист қылмыстық әлемді тастап дәрігер болады. Осы видео ұнаса лайк басып және арнама жазылып мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.